бе балалар? Сабағымызды балалар бастамас бұрын міне сіздерде сабақтың қынабы тұр. Сол қынаптағы жебені ала отырып топқа отырамыз. Яғни бірінші топ дегенде сіздер қатты күйге, одан кейін екінші топ дегенде сұйық, үшінші топ деген газ тобына барып отырасыздар. Түсінікті ме сіздерге? Тәне келе қойыңыздар. Біртіндеп алыңыздар. Кел. Тыныштал. Тез аламыз. Тез алақта отырайық. Ештеңе емес, аламызда қарай отырамыз. Меншікті балық жинақтамыз. 1 килограмм кристаллда балқу температурасына жұмсалатын жылу мөлшеріне тең физикалық шама өрісінде меншікті балқу жылу деп аталады. Дұрыс па? Жақсы. Келесі сұрақтарымызды тезірек қоямыз. Меншікті балқу жылу формуласын ал келіп көрейік. Аттарға бірінші жазамын тезірек. Қандай әріптермен дейміз? Жақсы. Дұрыс па елге қара формуланы? Дұрыс па? Жақсы. Мөлшері қалай еді? Меншік балқу жылу. Айтайын ана. Оқи қой. Тең жол бөлмеге қойған. Өлшемдері жол бөлмеге қойған. Жақсы, жарайсың. Келесі, екінші топ енді үшінші топқа қойыңыздар. Жылу мөлшері дегеніміз қайда ғой? Жылу беру процесі кезінде дененің ішкі энергиясының өзгерістері тең шаманы жылу мөлшері деп атаймыз. Дұрыс па? Керемет. Жақсы. Келесі сұрақтарымызды қоямыз. Жылу мөлшерінің формуласы кім біледі? Топта кім топқа шығады сіздерде? Жаннұр, жақсы. Екінші топта? Жақсы. Үшінші топта? Жақсы. Енді балалар сіздер, бері қараңыздар. Алдарыңызда сіздердің міне заряд тұр. Міне бағалау. Осыменен сіздер әр не қылған сайын, тапсырманы орындаған сайын, сіздер мына зарядымен зарядты алып не істеп отырасыздар, батареяны толықтырып отырасыздар. Түсінікті ме? Міне. Ал енді барлықтарынан бөліп алыңыздар. Міне. Алдарыңызда тұр, бәрін бөліп алыңыздар. Сосын жол басшысы алған балаларды сразу неге бағалау тарапына қойып отырасыздар. Енді біз өткен сабақта зарядтың агрегаттық күйлері деп аталып тарауды бастаған болатынбыз балалар, иә? Жақсы. Зарядтың агрегаттық күйлері қандай күй бар? Ал Жаннұр? Заттың 3 агрегаттық күйі бар. Біріншісі қатты, ол екіншісі газ. Міне топқа бөліп отырмыз сол бойынша балалар, иә? Жақсы. Бұл заттың үш күйінің бір-біріне айырмашылығы неде? Ал айта ғой. Бір-біріне айырмашылығы олардың ішіндегі молекулалар орналасуда. Молекулалардың орналасуында еді. Керемет. Міне мына қарап отырсаңыздар тақтаға. Молекуланың орналасуына қарай заттың үш күйінің суреті сіздерге берілді. Енді осы қайсы қатты, қайсы газ, қайсы суретке сәйкеседі. Ал келе ғой. Тез. Ne oldu beni? Kaysa напрасно. Біріншісі ол бізде. Kaysa. Тезірек бол. Маған ешқашан көрсетіп ештеңе айтып керек. Бізде қатты зат ол бізде бір-біріне. Аз көрейік қатты затты. Не себептен қатты зат деп ойлайсың? Өйткені олар молекулалар бір-біріне тығыз орналасқан. Тығыз орналасқан. Жақсы. Сұйық. Қайсы? Олар молекулалар астарына қозғалдырады. Ал үшіншісі бізде газ, өйткені оның молекулалары ешқандай өзгеріссіз қозғалады. Солай ма балалар? Жақсы орналастырған дұрыс еді, бірақ мен қараңыз, сұйық газ бен маяк. Не себептен ол сұйық деп қойып отыр? Қараңыздар, міне мына тығыз орналасқан деп қатты дене. Ал сұйықтың молекулалары қалай орналасқан? Кез келген жердің молекуласы ара қашықтығы бір-біріне қандай? Бір молекуланың өлшеміне ғана деген болатын сіздерге. Ал енді газдың молекулалары өте алшақ орналасқан екен, иә? Жақсы. Дегеніміз осы жерде тұрады. Не себептен? Себебі бізде осы сұйықтықтан газ айналып жатыр, және сол кезде бізде булану жүреді. Сосын дұрыс екен. Сублимация ол бізде осы жерде тұрады. Не себептен сублимация жүргіземіз? Қатты дене тез болып газ денеге айырмалса, онда ол бізде сублимация болады. Жақсы, дұрыс. Сосын? Енді қайсысы мысалы қойылған қайсысына ғана? Бізде десублимация дегеніміз, ол осы әрі қойылады. Десублимация дегеніміз, ол газ денені қатты денеге айналуы. Бірден айналуы. Жақсы. Және де бұл жерде бізде еру дегеніміз. Қату қай жағда қоямыз? Қатуды біз осы қоямыз, ал еру осы жерде. Еру бізге беріп тұрған. Қойылғаны ше? Қойылғаны дегеніміз. Неден деген қай күйде газданлар дұрыс. Қазір көрейік. Жақсы. Сұйықтық қайсы? Сұйықтық бізде осы
Senin için gel. Sen gram alıyorsun da? Ya gram yok. Kaç gram? 2 gram değil ya? 2 gram. Енді оны қайда саламыз? Ысық суға салды. Міне ертеңнен қойып қоямыз. Мөлшер міне мынаған мөлшер айтып өткен ма? Мына еріп жатырмыз енді. Мұзды масасы мөлшер алыңыздар. Енді сіздер мұзды суға саламыздар. Өздері салып зама дейді? Иә. Ана сокрамен саласына ма? Қандай салып? Уже еріп жатыр. Ашқан дискриптор сіздерде алдарыңызда тұр. Ол дискрипторге қарап есіңіз орындайсыз. Грамды килограмм байланып. Бірінші алдарында жиынтық құралы тұр. Сол құрал бойынша мұз құралдарымызға тапсырма берілген. Тапсырманы оқыңыздар. Соткаларымызға сілтеме жібердім. Сол сілтемеге ашыңыздар да орында немесе мына жерге келіп орындауға болады. Үшінші бізге график бойынша айтып тапсырма. Сол график бойынша тапсырма орындайсыздар. Мен қарап тұрып жүрген тапсырма орындаңыздар. Келішу что болды, қалғанын тыңдаймыз қолдарыңыз. Алдыға жақтайды. Кесе қасымаларын оқы бірінші. Қасымал оқы бірінші. Бірінші біз яғни 5 килограмм, яғни 5 килограмм алса дейін жол 5 килограмм. Қайсысына қарап, бірінші тапсырма бойынша мұздың кристаллы тұрып бұзылатын график. Қайсы графикте бұзылған? Кристаллы тұрып. Жақсы. Онан кейін екінші тапсырманы суды бұздыруға сәйкес келетін график бөлігі. Бірінші тапсырманы бұзылған. Қалғанды тыңдаймыз. Чиликс құралы арқылы мұздың энергияға жұмсалатын энергияны анықтау. Ысы тек 2,5 джоуль бөліне килограмм градус яғни тең 3,6 кубикпен оннан сонда мұздың алған жұмыс қанша тең болды? Мұздың алған жұмыс қанша тең болды? Барлық 1091 оннан алады. Дұрыс жауап. Жақсы отырамыз. мұздың температурасы бізде минус 10 градус, Пол келгендегі температура еді.
Соловей, сонда 5 мың 5 мың жетпіс жолы. Жасы одан. Қай жұрттың ұшқашыларын тұрмын қалады? Қай жұрттың Şimdi de